Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ерғали Еламан, мен арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызда біз бүтін көрсеткішті дәреже туралы және оның қасиеттері туралы жететін боламыз. Ең алдымен біз теріс көрсеткішті дәреже туралы қарайтын боламыз. Іс жүзінде өте үлкен сандарды жазу ықшамды болу үшін оларды негіздері 10-ға тең болатын дәреже ретінде жазуға болады. Мысалға, жерден айға дейінгі қашықтық бізде 150 миллион километр. Біз бұны 150 көбейтілген 10-ның 6-шы дәрежесі деп жаза аламыз. Немесе жер планетасының орташа радиусы 6 миллион 370 мың. Біз бұны 6,137 көбейтілген 10-ның 6-шы дәрежесі деп жаза аламыз. Яғни қанша дәреженің көрсеткіші қанша, біз саннан кейін сонша нөлдерді жазатын боламыз. Өте кіші сандардың да жазу ықшамды болу үшін біз тура осындай амалды, бірақ теріс дәрежені қолданамыз. Мысалға, су молекуласының диаметрін 3 бөлінген 100 миллион. Біз бұны 3 көбейтілген 10-ның минус мына жерде нөлдер санамасақ болады. 3, 5, 8, яғни 3 көбейтілген 10-ның минус 8 дәрежесі. Немесе сутегі атомның молекуласының массасы 1,10 мыңнан 674 көбейтілген 10-ның минус 24 дәрежесі. 150 көбейтілген 10-ның 6-шы дәрежесі дегеніміз, бұл жердегі 10-ның 6-шы дәрежесі деген өрнек, ол 10 санын өзіне 6 рет көбейту. Ал мұна 3 көбейту 10-ның минус 8 дәрежесі дегендегі 10-ның минус 8 өрнегі дегеніміз, оның мағынасы неде? Соның мағынасын ашып көрейік. Бұстамыз бұрын ең алдымен біз 10-ның теріс емес дәрежелерін жазайық. Ең алдымен 10-ның 0 дәрежесі, кейін 10-ның 1 дәрежесі, кейін 10-ның 2 дәрежесі, және 10-ның 3-ші дәрежесі. Және осылай кете береді. Байқап тұрғандарыңыздай, оң жақтағы сандардың дәрежесі алдыңғысынан 1-ге артық. Немесе біз бұны ашып жазсақ, оның 0 дәрежесі келген сабақта айтылғандай, кез келген санның 0 дәрежесі бізге 1 береді. 1, 10, 10-ның 2-ші дәрежесі бізге 100, 3-ші дәрежесі 1000. Осылай жазсақ болады. Байқап отырғаныңыздай, келесі сан алдыңғы саннан 10 есе үлкен. Біз осы тізбектің сол жағын жалғастырып жазып көрейік. Байқап отырғаныңыздай, мына саннан 10 есе үлкен. Демек, бұның алдындағы сан мына саннан 10 есе кішкентай болу керек. Яғни біз 1-ді 10-ға бөлеміз. 1 бөлінген 10. 1 бөлінген 10-ды қайттан 10-ға бөлеміз. Ол бізге 1 бөлінген 100-ді береді. 1 бөлінген 100-ді қайттан 10-ға бөлеміз, бұл бізге 1 бөлінген 1000-ды береді. Ал енді осы сандарды дәреже түрінде жазу үшін біз мына 0 деген дәрежелерін азайта береміз. Яғни мына жерде біз қосып отырдық қой, бұның алдында болғандықтан біз оларды азайтамыз. Яғни 1 бөлінген 10, бұл бізде 10-ның 0 минус 1 дәрежесі. 0-ден 1 дәрежесі бізде минус 1 болады. Яғни 1 бөлінген 10 бізге 10-ның минус 1 дәрежесін береді. Дәл осылай 1 бөлінген 100-ді біз 10-ның 0 минус 2 дәрежесі деп, яғни 10-ның минус 2 дәрежесі деп жаза аламыз. Енді осы тізбегімізді дұрыс жазсақ, ең алдымен 10-ның минус 3 дәрежесін бастайық. Одан кейін 10-ның минус 2, одан кейін 10-ның минус 1, одан кейін 10-ның 0, және 1, 2, 3. Осылай кете береді. Мұның алдында да сандар бар. Математикада бұл заңдылық кез келген 0-ге тең емес және дәрежесі натурал сандар үшін орындала береді. Кез келген А саны үшін оның минус n-ші дәрежесі бұл бізге А-ның n-ші дәрежесіне кері санды береді. Яғни шығатын формула А-ның минус n дәрежесі тең болады 1 бөлінген А-ның n дәрежесіне. Мысалға, 5-тің минус 2 дәрежесі бізге 1 бөлінген 5-тің 2-ші дәрежесін береді. Тура осылай 10-ның минус 3 дәрежесі бізге 1 бөлінген 10-ның 3-ші дәрежесін береді. 2-ден 1-дің минус 1 дәрежесі бізге 1 бөлінген 2-ден 1-дің 1-ші дәрежесін береді. Алдыңғы сабақтарда біз натурал көрсеткіш дәреженің қасиеттері туралы қарастырған болатынбыз. Тура сол қасиеттер бізде бүтін көрсеткіш дәрежеде де орындалады.
яғни кез келген а, б, n және m натура сандары үшін мынадай теңдіктер орындалады. Яғни екі бірдей, негіздер бірдей, бірақ дәреже әртүрлі сандардың көбейтіндісі бізге біз олардың дәрежелерін қосамыз. Және де егер де екі көбейтінді шақшаның ішінде және де сыртында дәреже тұрса, біз оны бөлек-бөлек дәреже көбейтіндісі ретінде ала аламыз. Бөлген кезде дәрежелер азайтылады. Ондай бөлшекте біз әрқайсысына дәрежені қоямыз, және де бұл жерде бізде шарт бар, яғни b бізде бөлшектің бөлімі нөлге тең болмау керек. Және де егер де дәреже сыртында дәреже тұрса, онда екі дәреже көбейтіледі деген теңдіктер осы бүтін көрсеткіш дәреже ішінде орындалады. Үлгі ретінде біз бірінші қасиетті дәлелдеп көрейік. Егер де n және m бұлар теріс емес бүтін сандар болатын болса, онда бұның дұрыстығы дәлелденген. Ал енді мұны жағдайға қарастырып көрейік. n бізде артық немесе тең нөлден, ал m кіші нөлден, яғни теріс сан. Бұл кезде қалай болады? Ең алдымен біз n-ді қандай да бір минус k санына теңестіріп алайық. Ал енді жазсақ, a-ның n дәресі, a-ның n дәресі көбейтілген a-ның минус k дәресі. Жаңа айтылған анықтама бойынша a-ның минус k дәресі бізге 1 бөлінген a-ның k дәресін береді. Осы жазсақ, көбейтілген 1 бөлінген a-ның k дәресі. Ал енді біз көбейткіштердің бөлшектердің көбейткіштік қасиеті бойынша біз a-ның n дәресін просто бөлшектің үстіне шығарсақ болады. a-ның n дәресі бөлінген a-ның k дәресі. Ал енді осы жерден бізге байқалатын нәрсе ол мына формула. Яғни a-ның n дәресін a-ның k дәресіне бөліп тұрып, негіздері бірдей, бірақ дәреже әртүрлі. Демек, бізде дәреже азайтылады. Ол бізге a-ның n минус k дәресін береді. Ал енді біздің айта кеткендей m тең бізге минус k-ны береді. Мына жердегі минус k-ның орнына біз негізінен плюс бар, плюс ой көрсек. a-ның n минус k-ның орнына плюс n қоямыз, n плюс m дәресі. Міне бізде теңдік орындалды. Осылайша біз a-ның n дәресі көбейтілген a-ның m дәресі бізге егер де мына сандар теріс болса, дәреже теріс болса, бұл теңдік орындалатынын көрсетеді. Енді 1-2 есеп шығарып көрсек, мысалға 5-дің 8-ші дәрежесі көбейтілген 5-дің минус 3 дәрежесі. Жаңа қасиеттерді қолданып, біз 5-дің 8 плюс минус 3 дәрежесі деп ала аламыз. Бізге плюс пен минус береді, яғни 5-дің 8 минус 3 дәрежесі бізге 5-дің 5 дәрежесін береді. Ал енді мынандай кішкене қиынырақ есепті шығарып көрсек, бізге осы өрнекті 3-дің қандай да бір дәрежесі ретінде жазу керек. Ал енді ең алдымен қараймыз. 243 беріліп тұр және 3 беріліп тұр. Бұл екі әртүрлі сан, яғни біз жаңағыдай қасиетті қолдана алмаймыз. Сол себепті бізге мына екеуінің біреуін бірдей негізге келтіру керек. 243 бізде үлкенірек, сол себепті біз соны келтіреміз. Егер де сіздер 3-дің дәрежелерін білетін болсаңыздар, 243 ол бізде 3-дің 5-ші дәрежесін береді. Яғни бұны біз калькулятормен де өлшесек болады. Енді біз бұл өрнекті былай жазамыз. 3-дің 5-ші дәрежесінің m дәрежесі бөлінген 3-дің 5m минус 3 дәрежесі деп. Тағы да бір дәреженің қасиеті бойынша, егер де дәреже сыртында дәреже тұрса, онда ол екеуі көбейтіледі. Яғни 3-дің 5m дәрежесі бөлінген 3-дің 5m минус 3 дәрежесі. Ал енді бөлінуінің қасиеті бойынша, мына дәрежелер бір-бірінен азайтылады. 3-дің 5m минус 5m минус 3 дәрежесі. Осы кезде бізде өте маңызды мына дәрежені таңбаны дұрыс ауыстыра білу. 3-дің 5m-ді өзін жазамыз. Ал енді жақшаның сыртына бізде минус тұр. Мына 5m плюс болған болатын, енді оның таңбасы өзгереді. Яғни минус 5m болады.
Ал мына минус 3 минус 2 минус бізге плюс береді. Яғни мына жерге ол плюс 3 болып келеді. 5m-нен 5m іздесек бізде 0 қалады. 0-ға 3 қоссақ 3. Яғни бізде қалатын сан ол 3-тің 3-ші дәрежесі немесе 27. Осылайша біз осындай күрделі өрнекті шығардық. Бірнеше есептер шығарып кетсек, мына 3 есепте бізге теріс дәреже берілген, біз оны оң дәрежеге келтіруіміз керек. Яғни x-тің минус 7-ші дәрежесі. Дәреженің қасиеті бойынша бізде кез келген санның минус n-ші дәрежесі сол санның n-ші дәрежесіне кері сан. Яғни 1 бөлінген x-тің 7-ші дәрежесі. Тура солай мына жерде 1 бөлінген b-ның 10-ші дәрежесі. Және тура осылай 1 бөлінген 3-тің 3-ші дәрежесі немесе 1 бөлінген 27. Келесі бағанда керісінше оң дәрежелерді теріс дәрежеге айналдыру керек. Мына жерде бізде минус 7 таңбасы өзгеріп астына кеткен болса, мына жердегі минус 6-ның да таңбасы өзгереді, ол уже үстіне барады. Яғни 2-нің минус 6-ші дәрежесі. Мына жерде 3-тің минус 5-ші дәрежесі. 10-ның минус 3-ші дәрежесі. Ал енді мына бағанда бізге осы дәрежелерді көбейтінді түрінде жазу керек, бөлінді түрінде жазу керек. 3x-тің минус 5 дәрежесі. Бұл жерде көріп тұрған минус 5-ші дәреже бұл тек қана x-тікі. Яғни біз x-тің минус 5-ші дәрежесін 1 бөлінген x-тің 5-ші дәрежесі жазса болады. Ал егер біз оны 3-ке көбейтетін болсақ, онда бізге 3 бөлінген x-тің 5-ші дәрежесін береді. Яғни 3 бөлінген x-тің 5-ші дәрежесі. Мына жерде 5x-тің дәрежесі жоқ, ал y-тің минус 2 дәрежесі бар. Яғни біз бөлшектің алымына 5x-тің өзін жазып қоямыз. Астына y-тің мына дәрежесінің таңбасы өзгеріп барады. Y-тің 2-ші дәрежесі. А-ның минус 1 дәрежесі көбейтілген b. B-ның дәрежесі жоқ, яғни ол үстінде тұра береді. А-ның минус 1 дәрежесі ол бізге 1 бөлінген А-ның өзін бере салады. Яғни жауабы бізде b бөлінген А. Осымен біздің сабағымыз соңына жетті. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.